Аллах Тағаланың мейірім рахметін сезінген адам ғана не қылады? Өзінің жүрегіндегі мейірім рахметін таба алады. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам немерелерін өте қатты жақсы көретін еді. Хасан мен Хусейнді өте қатты жақсы көретін еді. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам ол екеуін көрген кезде пайғамбарымыздың жүрегіндегі мейірімі соншалықты, ол екеуін көрген кезде оның бетінен не болмаса шекесінен сүймей отырғызбайтын болған. Міндетті түрде бетінен сүйіп, не болмаса шекесінен сүйіп барып тоқтайтын болған пайғамбарымыз. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламның жанында бір кісі айтады: Аллахтың елшісі, екі немереңе осындай мәміле жасап жатсың дейді. Менде 10 бар ғой дейді. Бірақ оның да осы уақытқа дейін бір рет сүймеппін дейді. Сонда пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламның айтқан сөзі: егер Алла субхана ва тағала сенің жүрегіңе мейірімділікті бермеген болса, мен саған ешнәрсе сұрап бере алмаймын дейді. Егер Аллах Тағала сенің жүрегіңде мейірім қоймаған болса, енді мен саған Аллах Тағаланы әпере алмаймын мен саған деді. Сондықтан да Алла субхана ва тағаланың хақында Алланың мейірімді екендігін тану бұл барша момын мұсылманға ең міндетті нәрселердің бірі. Өйткені Алла субхана ва тағаланы кім немен таниды, Аллах Тағала ертең қияметте солай жолығады дейді. Мысалы, осы өмірде Алла субхана ва тағаланы қалай танимыз, қай сифаттарымен танимыз, ертең қияметте сол сифаттарымен не қыламыз? Аллахты танимыз. Сондықтан да пейімде Алла субхана ва тағала Рахим, Рахман, Вадуд сифаттарымен танитын болса, Аллах Тағаланы солай табады. Өйткені Алла субхана ва тағала Құран-ы Кәрімде де пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям хадистерінде не деді? Әлбетте Алла субхана ва тағаланың ғазабы не қылды дейді? Рахметінің алдында қалды дейді. Және пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям тағы бір хадисінде әлбетте Алла субхана ва тағала өзінің нәпсіне нені жазды дейді? Рахметті жазды дейді. Сондықтан да пайғамбар Хасан Басри Алла субхана ва тағаланың соншалықты мейірімді, рахымды екендігін танығаны соншалықты, Хасан Басри өзінің сөзінде былай деп айтады: егер қиямет болған кезде жәннатқа барасың ба, не болмаса тозаққа барасың ба деген мәселені анам шешетін болса дейді, сол кезде мен анамнан бас тартамын дейді. Маған ол мәселені анам емес, Алла шешіп берген жақсырақ дейді. Өйткені мені анамның мейіріміне қарағанда Алланың маған деген мейірімі 99 есе үлкен екенін білемін дейді. Қараңыздар, Хасан Басри Алла субхана ва тағаланың рахым сифатын танығаны, жүрегіне, түйсігіне түйгені соншалықты не деп айтқан: егер қияметте осындай жағдай болатын болса, жоқ, анам емес, маған үкімді кім шығарсын деп айтам дейді, Алла шығарсын деп айтам дейді. Өйткені Аллах Тағала маған анамнан қарағанда не өте қатты мейірімді дейді. Сондықтан да пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллямға алдыңғы келген пайғамбарлардың барлығы да не алған? Алла субхана ва тағаланы осы сифаттарымен танытқан. Аллах Тағала өте ерекше мейірім иесі. Сондай қауымдардың бірі Құран-ы Кәрімде келеді: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Астагфиру раббакум сумма тубу илейхи. Инна рабби рахимун вадуд дейді. Алла субхана ва тағалаға истигфар етіңіздер, одан кейін тәубе келтіріңіздер дейді. Әлбетте Алла субхана ва тағала мейірімді және жақсы көруші дейді. Алла субхана ва тағала не қылды? Пендемен Алланың рахымын қараған кезде ең бірінші Алланың рахымы озып тұрады. Өйткені жоқтан бар етуді, адамзатты жоқтан бар етуі, бұл Аллах Тағаланың мейірім рахметі пендеге деген. Мені осы пендеге оған иман берген болса, демек Аллах Тағала, біз Алланы бірінші жақсы көруден бұрын Алла бізді жақсы көріп тұр. Не болмаса Аллах Тағаланы біз бірінші рахымды деп тануымыздан бұрын Аллах Тағала бізге не қылып жатыр? Өзінің мейірім рахметін көрсетіп жатыр. Міне біз иманға келгеннен кейін, намазға келгеннен кейін барып Аллах Тағаланың мейірімді екен деп жатырмыз. Алла рахымды екен деп жатырмыз. Бірақ осы Алланы рахымды, мейірімді деп танымай жатып, Аллах Тағала бізге бірінші несін беріп қойды? Өзінің мейірім рахметін беріп қойды. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям жіберді. Мысалы, әрбір өңірге, әрбір заманға сол өңірде сол өңірде бола тұра Аллах Тағаланың рахметін сезетіндей, Аллах Тағаланың мейірімін сезетіндей етіп қойды. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллямның өзі сахабаларға айтады ғой:
кімнің иманы ғажап деген кезде сахабалар не еді? Періштелер деді. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям айтты, қалай періштенікі ғажап болады оныкі? Одан кейін не деп айтты? Пайғамбарлардікі деді. Пайғамбарларға ертелі кеш уақи түсіп тұрған болса дейді. Онда біздікі деді. Қалай сендердікі болады деді. Мен сендердің араларыңда жүрмін ғой деді. Аллахтың елшісі сонда кім деген кезде, менен кейін келетін, мені көрмей маған иман келтіретіндер деді. Міне бұл да Аллах Тағаланың мейірім рахметі. Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху бірде екі жас баланың ойнап жатқанын көріп, қылыштасып, пайғамбардың жанында болған кезде былай қылыштасатын ем, былай қылыштасатын деген кезде солардың сол сөзін естіп көзіне жас алып жылайды. Сол кісінің жас алып жылап жатқанын көрген кезде неге жыладың дейді. Біз жақсы қасиеттерімізді айтып жатырмыз ғой дейді. Пайғамбардың жанында болып қалып, пайғамбармен бірге соғысқа болған кезде пайғамбарымыздың алдына ешкімді жолатпастан, ол пайғамбарымызбен дұшпандармен қылыштасатын, біз жақсы жағымызды айтып жатырмыз деген кезде, егер Аллах Тағала сендерді арғы бетте қылғанда қалай болатын еді дейді. Егер Алла субхана тағала сендерді ар жағына қойып қойған кезде не істейтін едіңдер онда? Сонда сендер не істейтін едіңдер? Ал пайғамбарды өлтіру үшін сондай деңгейде қылыштасатын едіңдер ғой деді. Аллах Тағала сендерге не қылды? Өз рахметін жаудырып сендерді осы уақытқа өмірге келтірді. Әрі сендер не қылды? Иман етті деді. Сондықтан да Алла субхана тағаланың қалауымен пенде осы уақытта өмір сүрген кезде пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям жақсы көрген сахаба, яғни өзі сағынған адамдардың арасында болу, бұның өзіне болады Аллах Тағаланың мейірім рахметі болады. Ешқашан не алмайды? Алла субхана тағаланың рахметі адамнан кешіріп қоймайды, пендеден кешіріп қоймайды. Бәлкім не алады? Аллах Тағаланың өзі бірінші не алады? Бірінші пендесіне өзінің рахметін жаудырады. Тіптен пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямның сөздерін тыңдаған, медресесінде болған сахабалардың өзіне алатын еді, амандасуға асығатын еді. Егер бір-біріне ренжитін болса, бір-біріне кешуге асығатын еді. Неге? Өйткені сол нәрседе не бар? Аллах Тағаланың рахметі бар. Сол нәрседе Алла субхана тағаланың өзінің несі бар? Өзінің баракасы бар. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям өзі рахымды болуына қарамастан не қылды? Сахабаларды да дәл сондай деңгейде рахымды етіп шығарды. Қараңыздар, пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямның сахабалары пайғамбардың тәлім тәрбиесін алып, олар не қылды? Бір-біріне деген мейірім рахмет сондай кең болды. Сахабалар, мысалы, пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямның заманының өзінде сондай соғыстар болып отырды. Сондай жағдайлар болып отырды. Бірақ сол соғыстың барлығында не қылатын еді? Сахабалар өздері соғысатын болса да, жанда сахабасына көз алмай жүретін еді. Көрдіңіздер ме? Қандай мейірімді, рахымды болған кісілер, ол кісілер. Сахабалардың өзі сондай деңгейде. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям бірде не қылады? Өздерінің асхабтарымен отырған кезде, өзінің сахабаларымен отырған кезде, бір кісі не қылды? Кешігіп келеді. Өзінің пайғамбардың несіне, сабағына, дәрісіне кешігіп келеді. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям не қылды? Оған еш нәрсе деген жоқ. Ол адам келеді, қоғаммен бірге отырады. Екіншісі не қылады? Артында отырады. Үшіншісі одан кейін бұрылып кетіп қалады. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям дәл осы нәрсенің өзінде, өзінің мешітінің өзінде не қылады? Осы нәрсені Аллах Тағаланың мейірім рахметімен салыстырады. Қараңыздар, бір адам келді, ол қоғамға қосылып отырды. Аллах Тағала оны өзінің рахметіне қосты дейді. Екіншісі Аллах Тағаладан не алған еді? Аллах Тағала одан не алды дейді. Үшіншісі бұрылып кеткен еді, Аллах Тағала одан бұрылды дейді. Бірде жұмаға Мысырда болған оқиға бұл. Бірде жұмада не қылады? Бір министр не қылады? Дәретін асығып алып, жұма намазына үлгерейін деп сатының алдында тұрып қалады. Енді намазы көп қой адам. Сығылсып сатының алдына келеді. Сатының алдында намаз оқиды. Сатының алдында білесіздер, аяқ киім шашылып жатады. Бір аяқ киімде нәжас жатыр, бір аяқ киімде нәжас емесі жатыр. Әйтеуір келеді де бүйтіп аяқ киімді бүйтіп тазалайды да, сол жерге бір нәрсе жайып, сол жерге намаз оқиды. Дәл соның жанында соның екеуі, министрлікте екеуі қатар отыратын екінші адам дәл сондай жағдаймен келіп қалады. Сөйтеді намазды оқып, сәлем бергеннен кейін біріншісі күледі.
Ол ойлайды анау аяқ киімдердің сапасыз екендігіне қарап күліп жатыр ғой деп. Сол кезде айтады, міне сапасыз аяқ киімдер екен ғой мыналар деп. Сол кезде жаңа күлген айтады, мен оны айтып тұрған жоқпын дейді. Біз өмірде қаншалықты дәрежеде отырған болсақ та, Алланың алдына келген кезде Аллах Тағала бізді не қылды дейді, осы сапасыз аяқ киімдердің жанына қойып қойды ғой дейді. Қараңыздар қандай нәрсе. Бұл нәрсені пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам өзі баяндап беретін болған. Осы өмірдегі халіңмен, яғни осы мешіттегі халмен, не болмаса намаздық жағдайындағы халіңмен, өмірдегі ертең Аллахтың алдындағы жағдайларыңды Аллах Тағала осылай сипаттап берген. Пайғамбарымыз осылай мысалмен келтіретін болған. Мешітке келді, жамаатқа сығылысып отырды, Аллах Тағала рахметіне алды оны дейді. Біреу ұялып сығылыспаған еді, оны Аллах Тағала сығыстырмай қойды. Біреу бұрылып кеткен еді. Демек, Алла пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам осы мешіттегі жағдайдың өзін не істеп жатыр? Осы қоғамдағы жағдаймен салыстырып түсіндіріп беріп жатыр. Осындай жағдайды түсінген кезде әлгі министр содан күледі. Қарашы, Аллах Тағаланың алдында біздің жағдайымыз қандай деп. Сондай үлкен дәрежеде, үлкен мәселелерді, мемлекеттік мәселелерді шешіп отқан жағдайымыздың өзінде Аллах Тағала бізді неге әкеп қойды дейді? Осы сапасыз аяқ киімдердің алдына әкеп қойды дейді. Біздің дәрежеміз не нәрсемен тең дейді? Міне осы сапасыз аяқ киімдермен тең дейді. Сол кезде екіншісі, әлгі екеуі жаңағыдай министрлікте қатар отыратын екінші адам не алады? Сол кезде түсінеді өзінің қателігін. Міне Аллах Тағала мейірім рахмет екендігін не аламыз? Біз өзімізден қараймыз. Өзімізге қараған кезде Аллах Тағала не қылады? Бізге өзінің қандай үлкен неғметін бергендігін байқаймыз. Ол Алла субхана ва тағала вадуд деген нәрсе, жақсы көруші деген нәрсе. Аллах Тағала не алады? Пендесін жақсы көреді. Ерекше мейіріміне алады. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам хадисте келтіреді, жәннат әхлі жәннатқа кіргеннен кейін, тозақ әхлі тозаққа кіргеннен кейін, шапағат жететіндердің барлығы шапағат жетіп болғаннан кейін барып, Алла субхана ва тағала не деп айтады? Егер кімде-кімнің жүрегінде ла иляха иллаллах болса, тозақтан шығарыңдар дейді. Соның өзінде Алла субхана ва тағала тозақтан шығарып жатыр. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламның тағы бір хадисінде келеді. Бір кісі бар дейді. Ләм яъмал хайран қат дейді. Өмір ешқашан жақсылық жасамаған ол дейді. Еш нәрсе жасамаған дейді. Алла субхана ва тағалаға сирк қоспаған болды дейді. Бірақ одан басқа еш нәрсе істемеген дейді. Алла субхана ва тағаланың рахмы, мейірімі соншалықты, сол кісінің өзін не қылып жатыр? Тозақтан шығарып жатыр. Қараңыз, пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам Алла субхана ва тағала бір адамды қаза қылатын болса, бір адамды өлтіретін болса, пайғамбарымыз не деп айтады? Пайғамбарымыз адамзат өлім сәтінде нені еске алсын дейді? Алланың рахметін есіне алсын дейді. Жақсы жағын ойлап табу керек.